Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Алатаудың ақ қарындай қадірі, Қарадаудың қатпарындай көңілі бар. Арым алаш, қаным қазақ деп, ет жақынын ерекше құрметтеп, қонаққа баруды да, қонақты жақсылап күтіп алуды өзіне қош көрген. Әлемнің ғажап елі қасиет қазақ елі баршаларыңызға ассалаумағалейкум деп бір амандасса. Ұлы даланың ұранына айналған той дәстүрі Ғали анамыздың, Жазира анамыздың шаңырағында жалғасы табуда. Нар жүгіндей нақтылап айтатын болсақ, кеше ғана шыр етіп дүниеге келген Азат бүгін өзінің отырса ойынан, ұйықтаса түсінен кетпеген әселдей жарық жұлдызының қолынан ұстап жаңа өмірге қадам бастамақшы. Сол бір қуанышты ағайын туысқандармен бірге бөлісейік, сіздердің ақ баталарыңызды алайық деп ақ дастархан жайып той жасап жатырмыз. Тойымызға қош келдіңіздер. Сіздердің кереметті қошеметтеріңізді біздің Азаттың емес, қазақтың Азаттың тойын бастауға рұқсат па? Бұлай той бастасақ ұят болады шығар ағайын, қалай бастағанымыз дұрыс ағайын тойды? Әдемі басталса, әдемі басталмай жатыр ғой ағайын. Ағай, мен сіздерге тойға байланысты ең маңызды екі сұрақ қойын, сол сұраққа тамаша, шамаша, айғай-шумен жауап беріңіздер. Ең бірінші сұрақ, бүгін ағайын туысқандарымызды, дос-жарандарымызды, ауылдастарымызды, бір спортта жаттығып жүрген спортсмен бауырластарымызды, құдаларымызды, әріптестерімізді бір мейрамханада, бір дастарханда көргендеріңізге қуаныштысыздар ма ағайын? Адамды күштеп қинауға болады, адамды ұрып та жылатуға болады, бірақ адамды ешқашан қинап, мәжбүрлеп қуанта алмайсың. Қуаныш пен махаббат шын жүректен, бүгін шын жүректен Азат пен Әсел бақытты болсын деп келіп отқан адамдар бар ма? Шынайы, барлық риясыз, құрметті достар, баршамыз ортаға жақындайық, келіңіздер. Ар жақтан бер жаққа өтіп алсаңыздар болады. Мейрамхана үлкен, бірақ гастропауза бір 15 минут қана уақыттарыңызды аламыз. Өйткені қазір сіздердің жаңа түскен келіндеріңізді баршаларыңызға таныстырып жіберейік. Осы Азаттың туғандары, дос-жарандар жоқ па дегізбеңіздер. Ортадан табылыңыздар, сахна төріне Әсел келіндеріңізді алдырып алсақ. Кеттік достар. Достары көп, бәрі мәңгі болмайды, Азаттың достары асқырып қол болғайды, қиналған сәтті қасынан табылар. Азаттың достары, нағыз достары, қиналған сәтті қасынан табылар. Азаттың достары, нағыз достары. Ай бәркелді келін жаны еліп тұрып, барша Азаттың достары, жан достары, бауырлары, әріптестері, группаластары, триумфайтта жүрген барша достарға, Әлия, Ілияс, Ғалия, Бақтияр Мөлдір, Қуаныш, Нұрсұлтан Алуа, Бекжан Махаббат, Нұржан Аружан, Аят 5000, Асылжан Бекзат 3000, Ернұр мен Айыға скидка 2000 теңге депті. Келінжан елі барша достарға бір сәлем. Достарым менің золотой, Келіңізді сағай құтты болсын! Бүгінгі тойымыздың басты кейіпкерлері, бүгінгі тойымыздың, бүгінгі кешіміздің жарық жұлдыздары Азат пен Әселді. Бүгін бісміллә деп балалық шақтан болашаққа қадам бастап жатыр ағайын. Сол бір қадамдарына Алла тағала жары болсын деп, әу жарымызбен, жарымызбен қос ғашықты ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар, Азат, Әсел! қадам бастар жар, бір аттаған болсаға, берік болсын жар, үйіріңе құт бақыт келіп қонсын жар. Рахмет. Азеке, ардақты ағайын, 2 миллиард Қытайдан осы уақытқа дейін бір 3 адам ба 4 адам UFC-де шықты. Ат төбелінде ғана қазақтың өзінен бір 10 шақты UFC-ге жолдама алған жігіт бар. Соның бірі Азат Мақсұм. Бұндай құрмет өз көре алмайтын сияқтымыз қазақтар, негізі. Неге шоламасқа ағайын. Соның бірі бірегей Азат Мақсұм, құрметті достар.
Қазеге бақытты болыңыз. Төргі дастарханға жайғасып алсаңыздар, аяулағайын, сіздерді өз орындарыңыздан табылуларыңызды өтінеміз. Санаулы сәттен кейін біз алғашқы бәтуәлі батамызбен тойымыздың шымылдығын түріп, тойымызды ресми түрде бастап кетеміз. Ақсүйек ансамблі, Зарина шоу балет қыздары, алғыс сіздерге, мәрхабат. Өсірген, аялаған, мәпелеген біздің үш анамыз бар осы жерде. Ғалия анамыз, Жазира анамыз және де Айна құдағиымыз. Осы аналарымыздың құрметіне алғашқы ән шашуды тартып етейік. Сахна төрінде қазақ ән әлемінде сәнге де, саңға да емес, сапаға қызмет көрсетіп жүрген сүйікті әнші қыздарыңыз Гаухар, Сардарбек қыздарыңыздың орындауында анаға хат әнін тартып етеміз. Барша аналарымыздың құрметіне қабыл алыңыздар. Жабырқау жұбатқан сен арманның суын ұртатқан кәусар бұлақтан сен жалғанның жырларын жаттатқан жалық баяна соң өмірді ұнатқам ана өмірімнің гүлі дедің сағынып мені жүрегің жолыма қарап жүрісің ау ұғынам сезінем білемін ағайын туыс бауырға сәлем қайтармын көргенше аман бол жанана сен аққанат арманым жүректің жібін байлаған сен есен сау жүрсең гүл боп құлпырған айналам сен үйреттің мейірім махаббат өмірдің бәрін сен ботақаным деген соң күмәнсіз ойнаған ана өмірімнің гүлі дедің сағынып мені жүрегің жолыма қарап жүрісің ау ұғынам сезінем білемін ағайын туыс бауырға сәлем айт туған ауылға өзім де барып қайтармын көргенше аман бол жанана өмірімнің гүлі дедің сағынып мені жүрегің жолыма қарап жүрісің ау ұғынам сезінем білемін ағайын туыс бауырға сәлем айт туған ауылға өзім де барып қайтармын көргенше аман бол жанана көргенше аман бол жанана
Сыйлаңдар әке мен ананы, байлықта басқаң да қалады. Сол жандар бәрінен бағалы, сол жандар бәрінен аяулы. Бәрінен аяулы, бәрінен бағалы асыл аналарымыздың құрметіне алғашқы әнді шырқаған Гаухар Сардарбек қыздарыңызға өнер сатылмайды. Өнер бағаланады деп өнерін бағалап алақан қосып, алғыс айтсаңыздар артық болмайтын шығар. Хандар мен мырзалар, бізде өз кезегімізде алғашқы тілегімізді жаңаға ана туралы әннің шырқалуына арқау болған, ақ жаулығы кірлемеген, ардың суымен ауызданған, төрге жайғасқан барша асыл аналарымызды, қарашаны билеген ханды да тезге сала баратын, қарақылды қақ жарған, бейге де сөз қоса білетін аузы дуалы ақсақалдарымыз біздің әулетімізде кенде емес, солардың бірегей дәл қазір сахна төріне қос әулетті, әулетіміздің үлкендерін және де осы әулеттің бұрын соңды қыз алысып қыз берген, қызықтарын бір көрген сарсүйек құдаларымызды ортаға шақырсақ деп отырмыз. Сахнада Болат ағамызды, Меруерт ханымды, Ерғазы ағамыз бен Айнұр анамызды, және де Талғат мырзаны, Мерей, Ақмарал Ерғалым, Гүлнар Гүлбану, Гүлнұр Самғат Ахат, және де үлкен құдаларымыз Қайрат мырзаны, Айғаным ханымды, Бағдат Эльвира, Құралай Ләззат, Батыр Бақберген Гүлзира, Нұргүл Абай Рахат, Нұржан Қанығгүл, Венера Нұржан, Миша Роза Болат, Қараша шатты мәртебелі меймандарымызды ортаға шақырамыз. Көшті бастап келе жатырмыз. Көш көрікті болсын деп, көш құтты болсын деп, билеп келсеңіздер, көңілірек келсеңіздер болады. Біз сахна төріне аға десе ағадай, алтын тонды жағадай, сыр әлпетін сөз етсем, ең керемет қаладай, әсеменге салғанда бір жан менен сарадай, бәрін айтта бірін айт, қазір шығатын ағалар, керек бізге ауадай деп, біз қамқоршы ағаларымызды, Болат ағамыз, Ерғазы ағамызды, біздің Азаттың менеджері Нуриддин мырзамызды, және де Дәнеш пен Қайрат атты жаттықтырушыларымызды ортаға шақырамыз. Әрине, ыстық ықылас, құрмет, қошемет осы сіздерден болсын ағайын. Қамқоршы ағалары Болат мырза, Ерғазы ағамыз, менеджері Нуриддин, жаттықтырушы Қасым Асат ағаларымызда ортаға шақырсын. Намысын қолдан бермес, қазақтың баласы. Қажымас қаранарларым, ассалаумағалейкум, ағаларым, қош келдіңіздер, той баршыларыңызға құтты болсын. Енді Азекеңнің әрбір қадамы ол жетістігі сіздердің арқаларыңызда. Әуелі Алла, сіздер себепсіздер. Ендеше сіздердің тәтті тілектеріңізді тыңдап, той иесінің сіздерге әзірлеген әдемі сыйлықтарымыз бар екен. Ендеше Болат аға, тағы да бір айтарыңыз болса, қалыс қалған тілектеріңіз болса, микрофон өзіңізде. Құрметті темірдей жігіттер, ұрса орда бұзатын жігіттер, дайын болыңыздар. Мына 2 Кока-Кола сіздерді қазір санаулы сәттен кейін күтеді. Әрбір дастархандан бір жігітті тағайындап қойсаңыздар жеткілікті. Мәрхабат. Біз енді жаңа сөйледік қой, жігіттер сөйлесін, сон қорытынды айтармыз. Ассаламалейкум, құрметті қонақтар, бүгін Азаттың осы тойына сондай жақсылықтарыңызбен келіп отырсыздар. Сондықтан да ең бірінші мен осы Азат баламның үйленгеніне қуаныштымын. Ең бірінші Азат келін екеуің Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін, мықты денсаулық берсін, әке-шешелерің аман болсын, достарың көп болсын, адал достарың. Сендерге тек жақсылық, бақытты болуларыңды Алла нәсіп етсін. Соны ғана тілеймін, басқа ешнәрсе емес. Алла тағала анаңыз бар ғой жаңа. Анасы сіздерге мына келіңіз құтты болсын. Апа, сіздерге қуаныштымыз. Келіндеріңіз жаңағы келесі жылы жаңағы кішкентай сәбилі болып, солардың тойларын тойлауды Алла нәсіп етсін. Өздеріңізді ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Алдарыңызда тұрған Дәнеш Дүкенбаев деген Азаттың ең бірінші бастаған тренер, әлі де нетіп жүр. Азат ар ойлап, бер ойлап, әдей Албаннан қыз алды қойдым, бұл Албанның жігіті. Осы Дәнеш ағама күйеуі. Азат өзі 2 дүркін әлем чемпионы. Кезінде осы біздің көк туды желбіреткен азаматтардың бірі.
Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Азат, той құтты болсын. Бақытты болыңдар. Еш уақытта сүрінбе. Мына ағаларымыз айтып отқан, бауырлардың айтып отқанына барлығына қосыламыз. Бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Той құтты болсын. Азат, Әсел, сендерге бақыт тілеймін. Құдай қаласа келесі жылы Бесіктауға келейік. Ауырмаңыздар, әрқашан жақсылық болсын. Азатпен бірге кезінде Америкаға барып жеңіп қайттық. Енді Азаттың жеңісі бүкіл қазақтың жеңісі. Туымызды көтерді. Красавчик өзі. Той құтты болсын. Мен жастармен сөйлеймін деп тұрмын ғой, жастармен қалжыңдаймын. Ассалаумағалейкум. Көпшілік тойға келген қауым. Той боласын. Енді Азат, Әсел, тәте, тойларыңыз құтты болсын. Бұл сіздердің тойларыңыз. Біріншіден, Азат пен Әселге тек қана өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Отауларың биік болып, қазақта айтады ғой, аттың басында алтын бергенше бармақтай бақ берсін деп, тек қана бақыт тілеймін. Енді Азат туралы айтатын болсам, өзім енді Азат бауырымды өте қатты жақсы көрем, сыйлаймын. Бүгінгі осылай бас қосып, Әсел екеуі үлкен шаңырақ құрып жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді Азатқа осымен тоқтап қалмай, бұл енді ғана басы, енді болашақта спорттың результаты енді ғана басталады деп ойлаймын. Өйткені басымыздан өткен, үйленгенге дейін спортта жай қатты результат болған жоқ, үйленгеннен кейін результатымыз жақсы болды, сол себептен результатың керемет болады деп ойлаймын. Енді айтып өтейін, жаңағы мына жерде ағаларым тұр. Нұридин бастаған осы Азатты, жаңағы Бекзатты, талай жігіттердің көк туын биіктерге көтергізіп жүрген осы бір мақтағаным емес, бірақ Нұрекенің еңбегі көп. Сол Нұреке бауырымызға бір қошемет болса, өзім шын атымыздан. Екіншіден міне Данеш аға. Данеш ағаны енді осы ағамызға қарап спортты бастадық бәріміз. Енді қазақта ондай жоқ шығар, енді 82 бой өткізіп, біреуінде жеңілмеген. Солға дейін бізде жүрдік, енді 20 бойға дейін жеттік, 20 бойдан кейін жеңілдік бізде, енді айып етпейсіздер. Енді осы мен мысалға өзімді жаңағы көпшілік спортсмендер еліктейміз қой, жаңағы спортшыларға, UFC-дің чемпион Джон Джонс дейміз, жаңағы тағы да Хабиб Нурмагомедов деген. Мен еліктейтін кісім осы Данеш ағам. Данеш ағамды өте қатты сыйлаймын, жақсы көрем. Осы кісіден пример алу керек. Бұл кісінің биязылығы, өзінің ұстауы, өзінің қатты ұстауы маған өте қатты бір әсер береді. Сол себептен осындай ағаларыма, сіз енді бәрін айта беріп, міне ағаларымыз бар, тренерлер бар жиналып, мына жақта қуаныштың үстіне келіп отырмыз. Сол енді той боласын. Мен аяқ асты сөз беріп жерді үлкен кісілермен. Мен жастармен шығам ба дегенім ғой, сол кішкене қобалжып қалдым. Қобалжып қалдым. Той құтты болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бүгінгі аламан басын құрылатқан ұлыдырау тойларыңыз құтты болсын. Азат, енді біріңіз білерсіздер, біріңіз білмейсіздер. Мен апалар да білет, Айсекең де білет, мен тұңғышым. Барлық жағынан да тұңғышым, бұлай айтқан кезде өзі де білет. Сондықтан Азат, сенің тойыңды біз бәріміз асыға күттік, расын айтқан кезде. Айналайын Әсел, құт болып қонғайсың осы шаңыраққа. Орысша айтқан кезде наконец-то дейді ғой. Жаңағы бір аманаттан құтылдым, менен кетті, сізге жетті. Біздің тұңғыш сізге аманат. Оны біраз білет, не іште айтып отырғанымды. Себебі Азат өте биязы, ешкімге жоқ деп айта алмайтын, ешкімнің көңілін қалдырмайтын азамат. Кейбір жағдайда ұрсатынымыз, кішкене сөзге келетімізде сол биязылығының нәрсесі. Енді кішкене бәр отбасы болып, семьялы болып, кішкене отбасына көңіл бөліп, режимін дұрысталып, кішкене біраз жақсы
Қайрекең айтпақшы, результаттар жақсы нәтижелер береді деген үмітіміз зор. Сізге үмітіміз зор. Көп міндет артып отырмыз, жүк артып отырмыз, оған айып етпеңіз. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі Азат бауырымыздың тойына келіп жатқандарыңызға. 2 жасқа айнала алмай ат өлетін, айыра алмай жат өлетін ынтымағы жарасқан отбасы болсын деген үлкен тілек айтқым келеді. Екі дүниенің бақытын тілейміз. Осы 2 жастың бұйыртса кіндігінен жақсы, салиқалы, салмақты, жақсы қазақтың елдің пайдасына жұмыс жасайтын, қызмет ететін ұлдар өсіп шыға берсін, көркем мінезді қыздар өсіп шыға берсін, қазақтың ұрпағын жалғастыратын деген тілек айтқым келеді. Барлықтарыңызға рахмет. Азат, сенмен әңгіме басқаша болады. Жақсы. Ал енді, құрметті ағайын, әр жігіттің мықтылығын ағаштан дейді. Азат әуелі Құдай ғой, одан кейін мына Айсан ағашысы. Бірақ қамқоршы болып жүрген мына азамат. Мені де Азатпен таныстырған осы Ерғазы. Чырылдайды да жүреді. Болат аға, Азат бұнда кетіп баратыр, Азат бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп. Міне нағыз қамқоршы осы Ерғазы міне. Жарайды ма сол? Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Бұндайды айтпағанда қашан айтамыз? Ол Азаттың әуелі Құдай ниет еткен. Бірақ бағана Нұридинмен де сөйлестіңген. За каждым успешным мужчиной должна стоять сильная женщина дейді. Әсел енді Азаттың өмірі енді басталады спортивный. Саған табыстадық бәріміз осы жердегілер. Бұлай қарасаң Азат ұзатып жатқан сияқтысыздар, аманаты тапсырып жатырмыз деп. Азеке, қазақта өзі көп адамдар Ерғазығамыз тілек айтты ғой бағана. Тағы бір қосағыңыз болса, мәрхабат. Енді тағы да той құтты болсын. Үлкен кісілер жақсы керемет тілектер айтып жатыр ғой. Сол Алла тағаланың құлағына шалынсын ең бастысы. Жолдарың ашық болсын. Тек қана жаңа айтып жатыр ғой. 9 айдан кейін Құдай амандығын берсе үлкен тойға келуді, ата-аналардың қуанышында Айса бауырымыз сол тойға жиналайық тек қана сіздеріңнен. Бақытты болыңдар, бақыттың ішінде бәрі бар дейді ғой. Осы ағаларымыздың әрқайсының айтқан тілегі келесі жылы тағы да бір тойда жолығайық деді. Қазақ өзі тойды көп ойлайтын халық, тойды көп ойлайтын соншалық тойда тұрып тойлайды. Бүгінгі Азат пен Әселдің махаббат тойы 9 ай 9 күннен кейін маңдай торсықтай егіз ұлдың шақалақ тойына ұласын деп тілейміз ба? Сол тойда алтын бесіктеріңіз емес, алтын шүмекті Гауһар, лағыл, жақты бесіктеріңізді алып келіп, біздің үйде шілдехана тойда жүздесейік дегендер болса, шулап қойсаңыздар болады ардақты ағайын. Ғали апай, келіңіздер. Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Елем батылмайын, салмайын, көрейін, көжер шалмайын, үріп жүрген ұледім. Рахмет. Құрметті достар, енді кейбір адамдар шетелге еліктеп жатады, терминатор боламыз дейді, Арнольд Шварценеггер боламыз дейді. Біз қазір қазақтың ішіндегі ең мықтыларын анықтайық. Ең күштілері осы Дәнеш ағамыздай болсын. 80 бой өткізіп, 80-інде жеңіске жеткен жігіттей болсын деп қол соғып қойсаңыздар болады ағайын. Не деген результат ағайын. Ал жігіттер, дайын болыңыздар. Енді мына біздің баланың ойыны бақсының жынына толтырмай қойық. Бүгінгі тойымызда нағыз мықты спортшы жігіттерімізбен бәсекелесеміз. Айналайын күйеу жолдас, сізді ақшалай сыйлық береді деді. Естіген құлақта жазық жоқ, сыйлығыңызды алып келсеңіз, мына қолғаптың ішіне салып қойсаңыз. Хандар мен мырзалар, жігіттер дайын болыңыздар. Ең басты сыйлық біздің Азаттың қолғабы және де біздің күйеу жолдастың атынан қанша теңге? 50 мың теңге ақшалай сыйлық. Ішіне салып қойсаңыз болады. Тағы да спонсорлар бар ма? Бермегенді беріп ұялт дейді ғой. Кім бар жігіттер? 50 мың теңге. Аздық ететін шығар мына баклашкамен. Қанша теңге? 50 мың теңге. Келіңіз аға. Нұреке, сразу сала салсаңыз болады. Қазір
Каспийда ма, точно ма? Аха. Қазір налог деген бәле болды ғой. 100 000 теңге ақшалай сыйлық. Мына жағын демейміз ғой. Кім? 100 000 теңге ақшалай сыйлық. Құрметті достар, интернетте кішкентай баланың жасаған көрдік. Мынау қазір жігіттер жасай алмаймыз, еп болмайды деп келіңіз. Ойбай, Ризеге ең бірінші Ризабек қатысам деп отыр ағайын. Ойбой, құлақ жоқ қой бұл жігіттерде. Тағы бар ма? Жаңа құдалар, сіздер жігіттер жібере беріңіздер. Сіздердің бір жасағандарыңыз екіге көбейте ме, ойымдамаңыздар. Жаңа құдалар. Тағы, мына дастарханнан бір жігіт. Келіңіздер. Жайлап видеосын қойып қойсаңыз болады. Құрметті достар, мына баклажканы көрдіңіздер. Баклажканың үстінен дәл осылай екі қолмен крышкасына қолдыңыздар тигізбей, осылай соңына дейін кеудеге дейін тегізсеңіздер де болады. 1, 2, 3, 4, 5 қана жігіт. Ең бірінші. Осы жастардан бастаймыз, дейме? Келіңіз. Сізден бастайықшы. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Пердехан. Пәке. Қай жақтан? Чымкент. Чымкент. Ойбой, Чымкент деген кезде бір шулы айтпа десем ағай. Ал, бісміллә. Пердехан. Құрметті достар, бұл өте қиын упражнениялардың бірі. 1, 2, 3, төменірек түссеңіз болады. 4, жігіттерді жігерлендіріп отырсаңыздар, шулап отырсаңыздар болады. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Шымкенттің жігіттері 12, 13. Болдау дейме? Қошыңыз соқпа, құрметті достар, 13. 10. Ой, рахмет. Әзірге 13 бай. Шымкенттің жігіттері. Қол алып қойшы. Қолым қалып кетіп жатыр. Келіңіз ортаға. Ой, бай. Бұл жігіттердің бәрі прям залға дайын жүрген сияқты. Ассаламағалейкум. Есіміңіз? Рахат. Рахат. Қай ауылдан? Алматы. Қай? Тараз. Тараздың жігіттері. Шымкент Тараз. Оңтүстік әзірге шығып жатыр. Рахат. Әзірге бірінші орында 13 баймен Пердехан. Бәке, бәрі дұрыс ба? Қай жерде отырсыз? Жоғар жақта. Мына сыйлығымызды беріп жіберейік. Құрметті достар, айттым ғой, оңай емес. Қошеметтеріңізді соғып қойыңыздар. Бәке. Еркен кезе. Класстастардан бір адам. Жасик. Келіңіз. Келіңіз ортаға. Есіміңіз? Сағынай. Сағынай. Ал, бісміллә. Құрметті достар, Шымкенттің жігіттері 13 жасап тысады. 1. Денен түзу ұстайық. 2. 2. Ой, рахмет. Ұстауға қиынсыз, аға. Ағам шыға ма? Келіңіз, аға. Ойбай, құрметті достар. Ардагерлер арасына шығып жатыр. Ассалаумағалейкум, аға. Есіміңіз? Ержан. Ержан аға, кім болып келесіз? Бауыры боламын. Бауыры ағасы. Ержан ағамыздың поддержкасы қолдау бар ма, достар?
Ержан аға. Мәссаған. 1, 2. Ержан аға. 3. 3-те болса күш, құрметті достар, Ержан ағамыз. Аға, құпия болмаса айтсаңыз, қаншадасыз? 47-те. 47-де. 50-де еңсеріп қалған ағамыз. Жастармен талпынысып, жарысып жатыр. Ержан аға, құралағанға айтпаңыз. Мына бір керемет сыйлықты өзіңізге беріп қояйын. Ал, құрметті достар, Ризабек бауырымыз ортаға шақырайықшы. Ризабек, келіңіз. Талай палуандарды ұрып жүрсі ғой. Мына 2 Кока-Кола ішкандай сөз болмайды шығар. 1, 2, 3, 5, 6, бірге санасақ болады. 7, Ризабек. 8, до конца. 8, до конца. 10 деп қояқшы. Неге қошемет соқпаймыз ағайын. 11. Ризеге соңына дейін. Рахмет! Әзірге бірінші орында Шымкенттік жігіті. Соңғы 4 жігітке мүмкіндік береміз. Егер 13-тен аспаса, 150 мың теңге осы Шымкенттің бауырымызға беріледі. Ассаламуалейкум. Точно ма? Есіміңіз? Дамир. Кім боласыз? Досың ғой. Қай жақтан? Алматыдан. Алматыдан. Ал, Дамирдің қолдауын естіп қой, құрметті достар. Ой, Дамир. Ондайың бар ма? Ал, бісміллә. 1, до конца. 2, 3, 4, 5, 6. Алматылықтар қайда? 8, 9, соңына дейін до конца. 11, 12, 13, 14, Алматы! 15! Дамир! Дамир! Прям, ана, внешность бывает обманчива дейді ғой, шын айтам бар ғой. 2 рет көтерілмейді деп ойладым. Шынымен, Дамир, таң қалдырдың. Кім бар? Бол, 1 рет қана ғой. Серьезный жігіттер шығып жатыр ғой уже. Соңғы 4 қатысушы. Ассаламағалейкум. Есіміңіз? Досжан. Кім боласыз? Досы. Ауылдас. Ауылдас досы. Ал, Досжанның қолдауы. Жігіттер, кеттік. 1, сәл жоғарырақ. 2, 3. Дамир 15 ұпаймен алда. Рахмет. Досжан, насилығымызды аласаңыз. Досжан. Соңғы 3 қатысушы. Жаңа құдалар. Кім бар? Кім? Қазір тұрады. Тез бітір жібере салайық. Көп уақыт алмайтын сияқты бұл кісі. Ассаламағалейкум. Қалайсыз? Жайша жүрсіз бе? Есіміңіз? Ақжол. Ақжол. Сарыөзек, Сарыөзек. Албандар, Ақжолдар. Кеттік Ақжол. 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 1. Ақжол. 3. 4. Ақжол до конца. Ақжолды 1 ретте көтерілмейді деп ойлағанбыз ағайын. 4 ұрып тастады. Ақжол, рахмет! Қошеметтеріңіз соқ қойсаңыздар. Ақжолдың жігері үшін, рухы үшін неге шуламасқа ағайын? Үлкенірек сыйлық беріп қойыңыздар. Ал, соңғы 2 қатысушы. Ойбай, жейдегі обал бопты. Бітік қапты деген. Ассаламағалейкум. Есіміңіз? Әлібек. Кім боласыз? Азаттың күрестегі достарымыз. Күрестегі. Ал, әлеке. Дамирдан ашып кету керек деп ойлаймын. Данияр, Дамир 15 ұпаймен алда. 1. Ой. Мына кісі ұзаққа баратын сияқты. 7, 8, 9, 10, 11. Кішкене жоғарырақ. 12 Әлібек. 13, 14. Неге рухтандырмаймыз? 14! Әзірге бірінші орында Дамир. Соңғы 2 қатысушы. Келіңіз, жақындаңыз. Есіміңіз? Мұқағали. Ал, ақынның Мұқағали болғанын көрдік. Мұқағалидың спортшы ретінде қандай екен көрейік. Албанның ұрпақтары Мұқағалиді сыйласа қошемет соқпа. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, жоғарырақ, 12, 13, 14. Рахмет. Рахмет. Дамирдің түрі бір-ақ жиналды ғой айналайын. 14-ке келген кезде бүйтіп көтті ғана өкіп кетті. Соңғы қатысушы, ханымдар мен мырзалар, есіміңіз? Ержан. Кім боласыз? Азаның досы. Азаның досы. Қай жақтан? Семей. Семей, Шежірел шығыс, Найман елі, Абайдың елі, Мұхтардың жері. Ал. Бисмилlah. Бір, жоғарырақ. Ай, рахмет. Құрметті достар, бүгін Азаттың өзінің сұрау бойынша кіл жүйрікте біреу ма? Соңғы адам ба? Жақсы жігіттер. Ойбай. Өздері сақадай сайлап отырған жігіттері. Ассаламағалейкум. Есіміңіз? Еркін. Кім боласыз? Досы. Қай жақтан? Меркенский. Меркіден, Ал, Еркіннің қолдауы болсын. Соңғы дастархан. Бір, жоғары, ереке, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, төменірек, ереке, төменірек, 14, төменірек, ереке, 15, 10, 15. Дұрыс па? Тура ма? 16 ма? 16 болды ма? Нұриден мырза, сіз менеджерсіз ғой. Сіздің төрелігіңіз керек. Нұриден мырза, қошеметпен ортаға алдырып алайық. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойымыздың төрешісі. 13 жасада құда бала шықты. 15 жасада және де Ерекең 16 деді, бірақ халық 15 деп жатыр. Сіз төрелігін беріңіз, 150 мың теңгенің және де мына UFC-ге жолдаманың қолғабын өзіңіз айтып берсеңіз. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп мынау қайдан шықты демеңіздер енді. Ақшаны бергеннен кейін кто платит, тот заказывает музыку деп жатыр деп. Бірақ несі төрелігі әділ болсын, өздеріңіз көрдіңіздер, жаңағы шарты сол ғой. До конца толық түсіп, до конца толық көтерілу да. Кішкене сәл мына жерде андай білдірілмейтін қулық жасалып жатыр. Енді ол мышечный памяттің арқасында болуы мүмкін, сознательно, несознательно деген сияқты. Ондықтан меніңше Дамир толық жасады деп ойлаймын. Қолдайсыздар ма? Одан кейін 13-ті жасаған, таза жасаған жаңа Пердехан деген бауырымыз ол таза жасады. Меніңше кез келген жаттығу таза әділ болып жасалу керек. Ол енді біздің октагонның кез келген жарыстағы принципі, сондықтан әділ болу керек деп ойлаймын, таза жасалу керек. Қалған жігіттерге де рахмет, тырысып жатқандарына бәріне де, құда бала да жақсы жасады. Бірақ до конца түсіп, до конца тұру керек деп ойлаймын. Бұл екі жігіт жаңағы Дамир, сосын Пердехан екеуі жақсы жасады. Сандарын өздеріңіз білесіздер. Сандары белгілі, құрметті достар, бүгін кіл жүйріктің ішінде кім жүйрік екенін анықтап берген Нұриден мырзаға алғыс айтамыз. Және де 150 мың теңге мына былғары қолғап 15 ұпайды таза жинаған Дамир бауырымыздың қанжығасында. Рахмет. Дамирға, көп адам сене қойған жоқ. Құрметті достар, баршаларыңызға алғыс айтамыз. Енді жай отырмайық. Бүгінгі кешімізді нұрландырайық. Бүгінгі кешімізді әр қарата әнмен, бимен жалғастырайық. Жаңа құдалар сіздерді ортаға биге шақыру үшін біздің Азаттың өнердегі ағалары бүгінгі тойымызға ән шашуын шашып, құттықтап келуде. Эстрадамыздың ерекше тылсым ең көңілді ағаларымыздың бірі Нұрлан Еспанов ағамызды ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар, Нұрлан аға сахнада. Шаршап отқан жоқсыздар ма? Шапалақтарың жаман слабы ғой негіз. Мынау отжимание дегенге қорқып қалдым мен. Мынау не деген отжимание? Ой баяу. Мынау 9-дан кейін тойға баруға қорқатын болдық қой жігіттер. Кеше бір тойға барғам ғой мен. Бір бала мойныма асылып тұрды ғой, бір өлең бойы. Мойнымды қысып. Өлең біткесін айтты мен, бауырым шаршаған жоқсың ба дедім мен. Не болды дейді, арқама мініп тұршы айналайын.
өлтірдің ғой дедім да мен. Біреу кеп бар ғой, иығымнан ұстап тұр бүйтіп, жолдас баласына айтып қояды. Ұстап тұрмын ғой, суретке түсіп алсай дейді ғой маған. Мен айттым, ит емеспін ғой, қашып кететін. Қоя тұрса, әлі өлең айтқан жоқпын ғой дедім. Мен таңғалатын болдым қазір. Бәрі шашыма тиіседі ғой, білесіздер ғой. Кеше бір бағдарламаға барсам, бір келіншек қылқылдап қоймайды. Айналайын Нұрланжан, қыздар ұқсамай шашыңды алдырмайсың ба? Қыздар ұқсамай шашыңды алдырмайсың ба деп. Адам көп, мәдениет жауап беру керек болды. Айттым, бір 5 жыл күте тұрыңыздар, өзі түсіп қалатын жер дедім, не деймін мен. Мына әлемнің шампуньін көрген шашта қимай жүрме, өсіп кетсе де. Сол себепті кеше бір парикмахерге айттым, жақында алдырам дедім мен. Сақтап қой, кейін сатасын дедім. Құдалар бар ма? Құдалар қай жақта? Құдалар. Құдалар, сіздерге арнайы шақырды мені. Алмас Қожа деген бауырым. Кішкенен белгілі бір себептермен келе алмай қалды. Алмас бауырымның шаш бауын көтеріп, бүгін мен келдім сіздерді белетейін деп. Мына Самир 3 өзіме қатты ұнайды да. Аурасы әдемі, жүдә бір. Құдалар ортаға биге шығамыз енді. Арнайы сіздердің құрметтеріңізге мінеке. Құдалар деген әннен бастайын деп тұрмын. Білейсіздер ғой. Шаршап отқан жоқсыздар ғой. Кет қаныке. Ендеше ортада би сіздер үшін. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған татулық белгісіме жағалай малдас құрған. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, аққайнар бастауларым. Өзіңсің бақ берекем, аққайнар бастауларым. Лайықты ма? Бірінші орын Гүлнар Құдағиымызда достар. Бүкіл әлемді төрткүл дүниені шарлап Алатау деп басталған әні бүкіл Алаштың түркі әлемінің, қазірде әлемнің әндерінен құлақтарынан керемет тыңдарман тауып жүрген сахна төріне Азатты құттықтауға келген ағалары Алатау серлері тобын ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар, Алатау серлері. Бүгін киелі сахнада 6 тармақтан тараған 6 үннің сарынын естейсіз. Ассаламағалейкум! Рахмет. Қошеметтеріңізден айналдық. Ассаламағалейкум, баршаларыңызға той құтты болсын. Көненің көзіндей боп көрінеді, бойынан қазақылық төгіледі. Қазағым қошеметпен қарсы алса егер ән салсын Алатау серлер дейміз. Жалпы қазақ даласында емес, түркі даласында аспандап жүрген осы бір ән Арсланбек Сұлтанбеков, Сезімхан Шығайып бауырымыздың сөзіне жазылған домбыра. Той қыласын, ал серлер бас қамшыға. Шібір маэстро! Айғайлаған шулаған дауыстарыңыздан айналдық. Той қыласын, тек жақсылық болсын. Келесі әніміз бабалар сөзінің жиындығынан қаш жүйрікте сын болмас. Той қыласын, ал серлер шібір маэстро! Мен қазақпын. Өнерпазға жампоз болу, ардақтап әспеттеп төрге шығару осы қазақтың болмысында деп ойлаймыз. Той қыласын, әзге бақытты бол. Сен азат елдің батырысың. Сол себептен елдің алдында саған деген артылар сенім көп. Сол себептен байрақты желбіретіп, елдің намысын қорғай бер. Елдің шетінде, елдің өтінде жүрген осындай елім дейтін азаматтар көп болсын дейміз. Бабамыз епті дейік, текті дейік, баршаңызға бақытты болсын деп тілейік. Бабамыз батыр болған дей бергенше баламыз батыр болсын деп тілейік ағайын. Алаштың ұраны асқақ, байрағымыз биікте, заманымыз тыныш. Той қыласын, рухымызды көтеріп отырайық, қолымызды көтеріп отырайық ағайын. Алаш ұраны, ал кеттік серлер, шібер!
алғыс. Рахмет. Байрақ деген тәуелсіздік, байрақ деген тұтас, ел ағайын, олай болса байраққа деген, туға деген құрмет болсын. Баршамыз орнымыздан тұрып қояйықшы, көк туымыз желбірей берсін ағайын. көк тудың желбірегені. Байрағымыздың астында бала шағамыз бақытты ғұмыр кешсін. Әумин. Азат, келер жылы шаңырағында байрақ көтеретін ол келсін деп тілейміз ағайын. Той қыласын ағайын. Көп рахмет сіздерге. Ұлтыңды сақтаруға бөлінбе қазақ, бөлінсең бөрі талар түбінде Алатау жерлері, құрметті достар. аяқтан тартпай біріксең байрақ мәңгі көгінде. Дәл осылай, құрметті достар, керемет нотада баршаларыңыздың құрметтеріңізге әзірленген Самир мейрамханасының екінші ыстық асы да әзір болды. Күттіріп қоймайық, суытып алмайық, қабыл алыңыздар, кет. Ассаламағалейкум баршаңызға. Ал Азат бауырым, бүгінгі көтеріп отқан шаңырағың құтты болсын. Сендерге тек қана жақсылық тілеймін. Алла қаласа, өбірлі шүбірлі болыңдар, тек қана бақыт, ауырмаңдар. Ассаламағалейкум баршаңызға. Осындай тойда болғаныма өте қуаныштымын. Азат брат, бақытты бол, ең үлкен жеңісің құтты болсын. Азат, сен қазақтың батырсың, қанша ұтсан да, ұтылсан да біз үшін батырсың. Мен сені спортшы ретінде түсінем. Жалпы қазақ боп ұтқан кезде, мақтайтын, ұтылған кезде даттайтын халықпыз, бірақ оған қарама. Мен Алла қаласа сен UFC чемпион болатын екен сенімдемін. Алла қаласа бақытты бол, одан бөлек UFC-дің поясын Қазақстанға алып келіне тілектеспін бауырым. Алға Қазақстан! Класстастардан мейір, сомен түйіндесеге мәрхабет. Достар, арамыз ашылмасын, дұшпандар қосылмасын, шайтандар басылмасын, ырысты қашырмасын, өмірлік асыл досым, не болса да мен сенің қасыңдамын, сен менің қасымдасың деген екен. Қазақтың басы екі жағдайда қосылады, торқалы тойда, топырақты өлімде, Азаттың және де Әселдің шаңырағында тек қана тойда жүздесек, достар. Суретке түсіп бола ма? Түсуге бола ма? Келіңіздер. Ғали апай. Жазира анамыз. Топпен бірге топтасып, естелікке суретке түссек. Енді достар, сіздерде үлкен өтініш жасаймыз. Бағанадан бері жаңа құдаларымызды, әріптестерімізді, аналарымыздың құрбы құрдастарын ортаға биге алып қалдық. Сіздер де жай қайтпаңыздар, көңіл көтеріңіздер. Өйткені бұндай той қазақ елінде күнде бола бермейді. Сол тойдың хедлайнері, бүгінгі тойымыздың жарық жұлдызы, сүйікті әншілеріңіз, жүректердің жүлдесін алған Ұлан Ғасыр Қамиев сахнада. Қарсылайық ағайын! Қалай қара қая есімің Балғадиша емес Балқия. Ассалаумағалейкум баршаңызға, келіп жеткен дүбір той құтты болсын ағайын, отбасыларыңыз аман болсын. Азат пен Асел бақытты болсын деген жандар айқай шуғайда естілмейді. Балалық шағымызға саяхатты әрі қарата жалғастырып, Гаухар Сардарбекпен бірге әкелеріміз бен аналарымыздың жастық шағының әдемі әндерінің бірі неге деген әнді тартып өтеміз. Бағанадан бері желпініп пеледік, енді жұптарымызбен бірге вальсқа келуге болады. Бірге шырқайық ағайын, кеттік. Ағарманым не болып жүр саған жаным, қаншама рет ойлансам да құпияңды таба алмадым. Қаншама рет ойлансам да құпияңды таба алмадым.
сенсіз атпас құбатаңым, сенсіз қалай гүл адамын, жүрегімнің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын, жүрегімнің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын. Рахмет, баршаларыңыздың билеріңізге алғыс айтамыз. Рахмет. Бірге рахмет. Құдашалар биге шақырайық та, құдашалар. Болды аға, міндетті түрде. Аяулағайын, қазір тағы да экранға назар аударыңыздар. Бағанаға өзіміз уәде еткен біздің киномыз әрі қарата жалғасын табады. Дәл бүгін Азат пен Әселдің таңы қалай атты, осы мейрамханаға дейінгі барша естен кетпес сән салтанатқа толы керемет ғажайып күн қалай болды, экранға назар аударып куә болыңыздар. Тойдан бір тобықта естелік қалсын. Азеке, келсеміз ба? Мына жерде сәл ортаға тұрыңыз, әпкеміз мына жерде сүртіп алсын. Фотографтар дайын болыңыздар. Қазір экранда әлемдегі неше түрлі ғашықтардың суреті болады. Дәл сол сияқты позировать етіп, естелікке суретке түсеміз. Егер экрандағы суретке ұқсаса, жастар сіздерден осы жерден бір қолдау күтеміз, шулап, қошаметсеп отырсаңыздар болады. Ең бірінші сурет, құрметті достар, қыз жібек пен төлеген сияқты естелікке суретке түсейікші. Ұқсаса, шулаймыз әрине. Келесі сурет. Азатқа оңай болады шығар. Алла берген арқа сүйер ақ некелі адал жарым деген әдемі сурет. Келесі. Ойбай. Спортсмендердің арасынан шыққан алғашқы Ди Каприо. Құрметті достар, неге поддержка жоқ? Келесі. Miss and Mrs. Азеке. Ең соңғы сурет. Бұл қиын түседі әзеке. Бұл енді Алла бұйыртса өзіңізден тараған моншақты қыздарымызды дәл осылай шаршамай көтеріп жүре берсін деген ниеттеміз. Құрметті достар, қазақ ән әлемінде өзіндегі үлкен орны бар. Сахна төріне қазақтың мега жұлдызы Қайрат Нұртас бауырымыз ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар! Азатжан, Қатер, бақты болыңыздар. Рахмет, шақырам. Мінеке, қолда бар. И музыка. Музыку погромче. Монитор. Менің асынағы Качи бауырының атынан қабыл алыңыздар. Келесен, сіздердің құрметтеріңізге қазақша лампада. Браво! Амажа! Рахмет, Қайрат Нұртас. Хандар мен мырзалар, көңілге жақсы ма? Қайрат Нұртас, алғыс айтамыз. Хандар мен мырзалар, дәл қазір Азат пен Әселді ортада қалдырып,
Азат пен Әселдің жолдас жігіт жолдас бастаған барша достарын, және де Азаттың өмірдегі аға бауырлары Дидар Мырза бастаған дос жарандарын, аға достарын, және де бауырлары Әлия Ильяс, Ғалия Бақтияр, Мөлдір Қуаныш, Нұрсұлтан Алуа, Бекжан Махаббат, Нұржан Аружан, Аят Асылжан, Бекзат Үйернұр, Айым, және де жиен бөлелерімізде осы жастармен бірге ортаға келуін сұраймыз. Жігіт жолдас, қыз жолдас бастаған барша біздің Азат пен Әселдің достары, және де Дидар Мырза бастаған аға достарын ортаға келулерін өтіреміз. Келіңіздер достар. Сен ләңгі көргенсің ба? Жігіттер, бесеуіміз жиналдық. Аяқтың ішімен бір ұпай, сыртымен тепсеңіздер 2 ұпай, люр деп аталады. Осылай себетін болсаңыздар 5 ұпайға есептеледі. Әрбір қатысушыға 2 мүмкіндік береміз. Енді қазір жамбы деп айтып жатсақ, оны көп адамдар түсінбей қалып жатады. Сондықтан люрмен ғана шектелейік. Ең алғашқы өзіңіз жас сияқтысыз. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Мұхтар. Мұхтар, алғашқы қатысушы, Әселдің достары, поддержка болсын, қошемет болсын. 1, 2, 3, 4, 4. Әзірге Мұхтар 4 ұпаймен алда. Екінші мүмкіндік. Рахмет. Келесі қатысушы. Ассалаумағалейкум. Мұхтар, 10 жылдан кейін осындай боласың сен. Есіміңіз? Саяттың қолдауы бар шығар. Кеттік сәге. Ал, бісміллә. 1, 2, 3, 4, 5. Ай, жетпей қалды. Сәл, 3 килограмм артық болып кетті. Саят. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15! Түрің бұзылып кетті ғой. 15-тен кейін. Мұхтар, сен бір сыйлық алып, сразу бара берсен болады сенде. Ешқандай шанс жоқ болып тұр ғой. Есіміңіз? Абылай. Алаштың басын ақ туының астына жинаған Абылайдың аттасы ағайын. Bir шулап қойыңыздар. Кеттік Абылай. 1, 2, 3, 4. Ой, Абылай. Сен алысқа шаппайтын сияқтысың. Абылай, кеттік. Ой, Абылай. 4. Ой, қанша болып кетті Абылай. 4 рет сыртпен тепті. 1 рет, 4, 8, 8-ге 5-ті қосамыз. 13, 14 болды ғой, общий. Ал Саятта әзірге 15 ұпай. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Алтай. Ал Алтай. 1. Ой, Алтай. Алтайға бір сыйлық дайында бересіңдер. 2, 3, 4, 5, 6. Үй, абайла қыз жолдас 8. Алтай. Жүрген жерін бұтсын шығарады Алтайшы. Ай, құрметті достар, сүр бойдақтың бойдағы. Бека. 1. Ай, Бека. Сен биыл үйленбейтін сияқтысың, Бека. Бека, 2, 3, 4. Рахмет, құрметті достар. Домбыраның тағдыры шешілді. Ол Саяттың қанжығасында. Келесі той. Дәулет. Жасы ба? Даке. Үйге бер жіберейін ба? Хандар мен мырзалар, домбыра Саяттың қанжығасына, Саяттың үйінде той болсын. Бүгінгі ләңгі сайысында 15 ұпай жинап, жігіттердің ішінде топ жарған Саят! Ай, рахмет, негізі осы топтың ақсақалды үлкен деп шығара салған ғой. Бірінші орын алып кетті. Келіңіздер, естелікке суретке түсейік. Содан кейін бүгінгі тойымыздың тағы да жарық жұлдызы, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз. Бағанадан бері талай қалаларға бардық. Қайратпен бірге Алматының түнін араладық. Қазір шудың бойын аралаймыз. Өйткені шудың бойында орындайтын Ахан Отышев қарсы алайық, достар! Бауыр деген бір әлем, ауыл